уровеньдерге байланысты бүгінгі сабақ бізде СНР зоналарды тарту, линия сызу деп аталады. СНР зоналарға уровень тарту. Я қазір мен видеомды өшіре салайын. Поделиться экраном деймін да, поделиться дейін. Мінекей поделилась и бүгін how you see деймін. Так, біз не платформа істемесе де бүгін арттағы уақыттармен бірге қарап сіздермен анализ жасай аламыз, және соған байланысты осы TradingView'дің ішінде сабақтарды өте бере алады екенбіз. Бүгін бізде СНР зоналарды сызу деп, вообще СНР дегеніміз не? СНР деген, жазып алсаңыздар болады. СНР деген жаңа немене деді Назгүл? Ұмытып қала берем орысшасын. СНР дегеніміз именно жаңағы біздің кешегі адамдардың кездесіп, сатушылар мен сатып алушылардың кездесіп консолидация өтетін жерлері. Яғни бағаның осы уақыт, бағаның Қалайсыздар? қалайсыз? Не деді? Скользящий, середина деді. Входящий? Скользящий. Скользящий. Назгүл әйтеуір орысшадан аударып жүреді ғой бағана. СНР дегеніміз скользящий середина екен, білдіреді екен. Яғни скользящий деген тұрақсыздық ортасы ма? Тұрақсыздықтың ортасы болып тұр ғой сонда. Яғни баға тұрақсыз болып тұрады ғой, сатып алушылар мен сатушылардың кездесетін жерлерін біз кеше рейндж зона дедік, иә, мынандайларды рейндж зона дедік. Осы жерлердегі сол рейндж зоналардың басы немесе аяқ жағын біз не деп айтамыз? Скользящий середина дейді, жаңағы тұрақсыздық алаңы дейді екенбіз. Ол тұрақсыздық алаңы бізге не үшін қажет? Бізде рынокта қараңыздар. Рынокта бізде зоналарға бөлінеді негізінде, иә? Рынок бізде бай дегеніміз не? Біздегі бай дегеніміз бай былай ма еді? Осылай ма еді? Иә. Бай дегеніміз не? Жұлдыз? Кеше бай лонг дегеніміз не деп жатыр еді ғой? Сол үшін жұлдыздан сұрап жатырмын. Жұлдыз, бай дегеніміз не? Сел дегеніміз не? Хорошо. Бай зона дегеніміз бізде ол бағаның өсуі, иә? Бай зона дегеніміз бағаның бізде жоғары қарай өсуі. Сел зона дегеніміз бағаның төмен қарай құлауы. Также мен айттым кеше, рынокта бізде баға әрдайым былай резко өсе бермейді. Ол бір өсіп, бір түсіп, бір өсіп, бір түсіп, бір өсіп, бір түсіп, әрдайым өзінің лестница бағытымен жүреді. Дәл сол сияқты құлаған кезде де ол резко құламайды, өзінің лестница тұрғыдағы формасымен құлайды. Бұлай резко құлай салмайды, иә? Осылай құлай салмайды, өзінің бағытымен жүреді. Енді біз бай зона, сел зона дегендеріміз, мысалы, біздің поддержка алаңымыз бар, және сопротивление зоналарымыз бар, иә? Поддержка зона, сопротивление зонасы. Біз соны анықтап, нақты бай зонаға келді ма? Бай зона бізде не істейді? Поддержка беретін зона, сел зона, сопротивляться ететін зона. Оларды қалай анықтаймыз? Қай жерден көреміз? Не үшін сызып алуымыз керек? Неге именно сол зоналар бізде маңызды? Сол сабақтарды мен сіздерге қазір өтетін болам. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде осы инструменттердің қасында, егер бәріңіз қосып алған болсаңыздар, мына жерде прямоугольник деген бар, rectangle деген бар. Rectangle дегенді аламыз, rectangle дегенді алып, именно мен мынаны бүйтіп бағаларды жылжытайын, мынаны ашайын, иә? Осы жердегі бағалардың прям золотая серединаларын табайын. Мынау біздегі бағаның ұштары, иә? Бағаның ұштары болған жерлер неке? $3 арасын осылай сызамын. Бұл біздегі, қараңыздар, мен неге сызып жатырмын? Міне, мына жерлерден бастап, мына бағаның ұштары тұр ғой, неке? То есть свечалардың ұштары, иә, неке? Бұл зоналар бізде, мына зоналар неке? СНР зона деп аталады. Мынаның аяқ жағы, мынаның басы, мынаның ортасы, бас жағы болып келеді неке? Мына зоналар бізде СНР зона деп аталады. Яғни бағалардың тұрақсыз болып тұрған орталары, золотая серединасы. Я осыны бір сызып аламын. Дальше екінші тағы да треугольникті аламын, прямоугольникті. Мына зона бізде СНР зона болып табылады мінекей.
мына зона бізде СНР, кішірек СНР зона болып табылады мінекей. Мына зонамыз СНР зона болып табылады. Мынаның аяқтары, мыналардың бастары мінекей. Мына жерлеріне поддержка берген жерлер кішкене. Мына жер поддержка берген жерлер, иә. Өстіп тауып аламын. Дальше келемін да мына жерлерді СНР деп аламын. Мінекей, мына жерлердің барлығы бізде СНР болып табылады. Мінекей, мына жерлер бізде СНР. Өстіп СНРлерді ары қарай созатын болсам, алдағы уақытта мына СНРлардың барлығы былай созыла бере алады. Алда уақытта да біз ертеңгі күндер, понедельник күндер байқаймыз, мына жерлерде де бізде именно СНР зоналарға келіп, осы жерлерден тоқтау алып, осы жерден поддержка алады, сопротивляться ететіндер сопротивление алатын болады. Енді қараңыздар, енді бас жағына келетін болсақ, мына жердегілер бізде тоже бас жақтағы баға ол СНР зонаға жатады. Мінекей, СНР зонаға жатады. Мына бір жер кішірек СНР зонаға жатады. Мінекей, кішірек СНР зона. СНР дегеніміз бағаның тұрақсыз болған орталары, иә? СНР зона. Енді қыздар қараңыздар, неге СНР зона? Неге СНР зона? Мынау бізде, мына бірінші басындағысы. Қазір бір минут, қыздар, естісе қосылыңызшы. Қыздар барсыздар ма? Аха, иә, бармыз. СНР зона дегенімізді енді тағы осы сызып алдым. Пока что сіздерге түсініксіз болып тұр, иә, бұл білем, түсініксіз болып тұрған. Қазір енді түсіндірем. Осы жерден кисточканы аламын да, қараңыздар, мынау селдің СНРі, сел зонаның СНРі. Мінекей, сел СНР, мына бірінші тұрған, иә? Сел СНР. Сел дегеніміз бізде бағаның төмен қарай құлауы еді, иә? Енді қараңыздар, мынау жоғары көтеріліп келе жатқан баға, мына жерге келгеннен кейін бағаны құлатқан. Бір рет құлатқан, одан кейін тағы да сәл көтеріліп, мына кішірек СНР деп тұрмын ғой, бұл бізде байдың СНРі, иә, орысша жаза берейінші, байдың СНРі, бұл бұл жерден бізден поддержка алғанда бағаны бір рет көтерген, иә, баға көтерілген, яғни мына жерге келіп баға көтерілген, бұл бізде байдың СНРі, яғни бай зона деп айтамыз бұл жерді. Одан мына біздің селдің СНРі, сел зонамыз тағы да екінші рет бағаны құлатқан. Мына кішірек байымыз осы жерде поддержка беріп бағаны сәл көтерген. Одан дальше бұл осал болғанда, мына осал СНР болған, осал зона болғандықтан бізде уже баға құлаған, жарып өткен. Екінші, мына үшінші тұрған үлкенірек СНРімізға қарайтын болсақ, мына жерде бір рет байға көтерген, мына жерде екі рет байға көтерген, мына жерде бір рет уже жарып өткеннен кейін тағы бір рет көтерген, мына жерде тағы бір рет байға көтерген. Получается, бұл бай зона деп аталады, иә? 5 минуттықта қарап отырмын мен, қыздар. Одан кейін мына кішірек СНРіміз уже бізде сәл осал болғаннан кейін бұл бізде селға жіберген. Яғни бағаны қайтадан құлатып жіберген мына жерде. Енді мына СНРіміз астымыздағы бір рет құлатқан, бұл селдің СНРі, екі рет құлатқан, мінекей, үш рет құлатқан, төрт рет құлатқан. Получается, мынау зонамыз бұл біздің сел зонамыз. Яғни шорттың зонасы, сел зонаға келдік, бай зонаға келдік деп мен ертең сіздерге айтып отыратын боламын. Ал оның астындағы мынау бізге жоғары жақтан келген кезде мынау бізге поддержка беретін байдың СНРі. Мінекей, бір рет поддержка беріп көтерген, екі рет көтерген мына жерден кейін, екі рет көтерген, мына жерде үш рет көтерген. Яғни бұл біздегі бай зонамыз. Мынау біздегі бай зонамыз болып табылады.
Мынау астымыздағы тоже біздегі бай зона болып табылады. Мінекей бір рет поддержка көтерген, екі рет көтерген, үш рет көтерген и мінекей төрт рет көтерген. Бұл біздің байдың сыныры деп айтамыз. То есть бай зона деп айтамыз. Енді осылай біз алдағы уақытта да СНР-ларды, зоналарды алып, мына жақтағыларға да тарта аламыз. Мінекей мына жақтағыларға да тарта аламыз. Себебі бізде мына баға, соңғы кездегі мына бағамыз, именно осы бағамыз, как раз біз сабақ басталған кезде сіздермен осындай түрлі өзгерістер болып, бізде бағамыз жаңарып 3357-ге дейін барды. Бұл біздегі ешқашан болмаған баға. Иә, болмаған баға. Бізде получается баға мына жерде ешқандай заңдылыққа бағынбай, міне әдемі келе жатқан негізінде қараңыздаршы. Бір құлап, бір түсіп, бір құлап, бір түсіп, мысалы мына 15 минуттықта қарайын. 15 минуттықта қарайын. Мінекей, иә, 15 минуттықта қарасам, мына жерді қараған кезде оның алдындағы бағалар бізде мінекей өте әдемі волнамен келе жатқан. Мінекей бір құлап, бір түсіп, бір көтеріліп, бүйтіп бір имбаланстарды ұстап әдемі келе жатқан, иә, мінекей. Бірақ мына жерге келген кезде өте мықты поддержкамен баға бізде өскен. Яғни Дональд Трамп осы жерде, естеріңізде болса, 144 елге баж салығын салып, 245%-тік Қытайға не салды? Салық па бірдеңке салды осы жердеші. Мына жерде мінекей осы дүниелерді салғаннан кейін бізде баға деген страшно өсіп кетті. Ешқандай біздің анализдерімізге бұл дұрыс келмей, осы жерлерде көп адам не жасай алмады, дұрыс ұстаздар анализ жасай алмаған болатын. Мінекей осы жерге дейін келген. Міне осы соңғы уақытта бізде осындай өзгерістер болып, енді жоғарғы жақта мына алдағы уақытта бұл бізде ликвид деп аталып қалады да, қыздар. Яғни мына жерде біз ешқандай заңдылыққа бағынбай көтеріліп кеткеннен кейін алдағы уақытта, может бір аптадан кейін ба, может келесі апта ма, мына жаққа бағалар құлап, қайтадан мына тұрған имбалансты толтыруға келеді мына жаққа бүйтіп ше. Өйткені мен айттым ғой, баға бүйтіп резко өсетін болса, қаншалықты өсті, соншалықты баға бастау алып көтерілген жеріне қайтадан келіп түсіп береді. Ол может быть арада бір апта болуы мүмкін, 5 күн болуы мүмкін, бір күн болуы мүмкін, сразу сол күні болуы мүмкін. Ол баға қайтадан түсу керек негізі. Егер бізде өмірде сондай ғой, мысалы теңдік, теңсіздік деген бар, иә. Мысалы қараңыздар, баға кешке дейін өлсе берсе, ол бізде теңсіздікке алып барады, иә. То есть бізде ол тең емес. Баға тең емес, теңсіздікке алып баратыр. Енді бұл бізде де мына жерде, то есть әрдайым баға бізде имбаланста жүру керек. Ал бізде қазіргі осы уақытта мына рынокта баға дисбаланста тұр. То есть мына баға тең емес. Яғни біздің уровеньдарымыз мына жердегі мынау получается бізде былайынан келді да былайынан кетіп тұр. Яғни осылай кетіп тұр да, бұл обязательно паттерндарға, мен қазір паттерндар жіберіп қоймын, паттерндарға да қарайтын болсақ, былай барып, мына жақтан жүріп келіп, қайтадан баға құлауы мүмкін. Осындай бізде паттерннің түрлері бар. M паттерн, W, V паттерн, олар біздегі базалық паттерндар, одан кейін паттерннің түрлері өте көп. Біз оны алдағы уақытта, енді оны көбісі сабақ ретінде қарамайды, оны тек гайд ретінде ғана қарайды. Сол себептен де мен бәрін глубоко оны өткен жоқпын сіздерге. Енді қараңыздар, біздің сол сияқты мына алдағы уақытта мына зоналарымыз бізде СНР болып табылады. Мінекей мына зоналарымыз бізде мінекей байдың СНР болып табылады. Мінекей СНР тартып қояйын, жіңішке. Біздің СНРіміз тартқанда былай жалпақ қылып тартамаймыз. Біздің СНРіміз максимум бізде $3, $4 ғана құрау керек. Ара қашықтығы, мысалы мына жерде 241 болатын болса, мынаның басы 245, мінекей $4 құрап тұрған СНР. Так, мен мынаны былайынан алайын. Мінекей бізде СНР зонамыз мінекей осы болып табылады. Яғни поддержка берген зоналар. Бұның асты да бізге СНР зона болып табылады. То есть бұның асты да бізде селдің СНР, байдың СНР, яғни біздің бағаны көтерген СНР зоналар болып табылады. Енді қараңыздар, бұл СНР зоналар біз мысалы ертең мыналардың бәрін өшірейін, иә. Так.
А, бля, қандай бар екен? Өзің бір жет көріп тұрған дейсің ғой. Так, қыздар қараңыздар. Мына жерде мына жерде бізде баға қай жерге дейін келді? Мынаны ашайын, бағаны көркейтейін. Мінекей, бізде қарасаңыздар 15 минуттықта мына біздің сел зонаға дейін келіп тұр. Мынау бізде сел зона. Яғни бағаны бір рет құлатқан, екі рет құлатқан, үш рет құлатқан СНР зона. Сол СНР зонаға дейін келіп, мына жердегі бай зонадан поддержка алып, СНР зонаға дейін келіп тұр. Бұл бізде 15 минуттық қарасақ, иә? 15 минуттыққа қарасақ, бізде СНР зонаға дейін келіп тұр екен. Енді біз осыны 5 минуттықта қарайық. 5 минуттықта не болып жатыр? Міне, 5 минуттыққа келсек, дәл біздің айтқан СНР сел зонамызға келіп, осы жерді өте алмай, өйткені СНР зонадан бізде көп жағдайда өте алмайды. Немесе осындай ликвидтар ұстайды бүйтіп, мына жерге дейін келіп, ішінде ликвидностьтар ұстайды. Яғни рейндж зона ұстап тұрады да, ол ары қарай артқа қайтады. Мінекей, мына жерде бізде ликвидтар ұстап тұр. Ертең бізде понедельник күні, воскресенье күні түнгі 3-те рынок ашылған кезде мына жерде бізде бір кішкене рейндж ұстап, ол қайтадан артқа құлауы мүмкін. Не болмаса, бұл бір вариант, иә, анализдің бір варианты. Мен сіздерге беріп тұрған анализдің бір варианты. Не болмаса, қараңыздар, осы СНР зонаны мына жерде бір рет жоғары көтеріп жарған. Мына жерде екі рет фитильмен жарған. Мына жерде үш рет денесімен жарып өткен, үшінші рет. Мына жерлерде фитильмен кірген СНР зонаға, иә. Получается, бір рет, екі рет, үш рет бұл барып арып байға осы зонадан өткісі келген, бұл қараңыздаршы, бірақ өте алмаған да. Өткісі келген, өте алмаған. Енді ол қайтадан келіп тұр, бұл осы жерден жарып ары қарай өткісі келіп тұр. Понедельник күні бізде не болмаса, бұлай рейндж ұстап, бүйтіп рейндж ұстап, бұл байға кетуі мүмкін да. Біздегі мына бағамызға дейін барады ол. Міндет, егер мынаны жаратын болса, бұл біздегі примерно 3342 деген бағаға дейін келеді. Яғни мен осы жерге уровень тартып қоям бүйтіп. Міне көрдіңіздер ме? Уровень поддержки, уровень сопротивления осы жерде тартасыздар. Егер бұл осығанға дейін тағы бізде қандай уровеньдер бар деймін да, мен мына уровеньді аламын. Міне қайтадан көтеріліп барып құлаған мына жердегі уровень бар. Бұл біздегі 3336 деген баға. Мына жерден көтерілсе, 3328-ден көтерілсе, примерно мына уровеньді аламын, мінекей. 3331-ге дейін көтеріледі, 31-ден теңесімен өтсе 36-ға дейін көтеріледі, 36-дан көтерілсе мынаның ортасы 43-тің арасы алыс. Сол себептен мен не іздеймін? Левый ближнийдан мен осы жерден уровень іздеймін. Мінекей, мына уровень болады, поддержка уровені, және осы примерно осы жер уровень болады маған. 3336-дан 39-ға дейін ұстаймын, 39-дан ары кетсе 43-ге дейін, 42-ге дейін ұстайтын болам. Мінекей, 42-ге дейін ұстайтын болам. Осылай жоғары көтерілсе осылай кетеді. Ал егер шорт позициясы болатын болса, бұны тағы да жара алмай, мына сел зонаны жара алмай, бүйтіп мына жерден рейндж ұстап, ары бері ойнап, осы 3-4 доллардың арасында ойнап, қайтадан бізде мына бай зонаға дейін кетуі мүмкін. Мынау бізде бай зона. Мына зона бізде бай зона. Осы зонаға дейін келуі мүмкін. Бірақ оғанға дейін резко бүйтіп келмейді ол. Тағы да не іздеймін мен? Левый ближнийдан поддержка, сопротивление уровеньдарын іздеймін. Мына жерге дейін кеп құлайды. Мінекей, көп көрдіңіздер ме? Мына жерден поддержка алған. Осы жерге дейін кеп құлайды. То есть мына 3327 бағамен өшкен ғой. Егер ол селға кететін болса 23-ке дейін құлайды. 23-тен мінекей левый ближнийлар бізде мынау уровеньдер, мінекей осы уровеньге дейін құлайды, 19-ға дейін құлайды. 19-дан дальше ары қарай денесімен құласа, біздің бай зонамыз 3315-ке дейін құлайды деп мен уровеньдер сызып аламын. Түсініңіздер ма? Осылай уровеньдер сызып аламын. Сөйтіп баға мына жерде рейндж ұстаған кезде ертең мына
мына жерде бізде ренж ұстайды ғой, мінекей мына жерде. Осы ренж ұстаған мына зонаның ішінен ертең қарап отырып мен не іздеймін? Осы жерден мен точка входа іздеймін. То есть мына жерде может поглашение шығуы мүмкін, может балта шығып бағаны көтеруі мүмкін, может ночная звезда шығып бағаны құлатуы мүмкін, утренняя звезда шығып может бағаны жоғары өсіруі мүмкін, шипцы шығып бағаны құлатуы мүмкін. То есть біздің осы кезге дейін может поглашение шортқа шығуы мүмкін, может поглашение байға шығуы мүмкін. То есть осы мына СНР зона, ертең рейндж ұстаған зонадан біз точка входа іздейміз. Яғни осы рейндж ұстаған зоналардың іші бекер емес. Біз осы жерден анализ жасап қарап отырамыз, не болады дальше ары қарай деп. Егер шорттың белгісі шығатын болса, біз әзір мынау нефтему тоқтап қалған. Ну, нефтему болғанда негізі көбісі ертең селға береді, көресіздер. Сел зонаға сигнал береді. Неге сигнал береді? Мен ғана емес та. Өйткені біз сел зонаға келіп отырмыз. Соған келіп тіреліп тұрмыз. Бұл обязательно откат алып, мына жерден сопротивление алып, артқа қарай қайтады ол. Мына бай зонаға дейін құлайды құласа. Ал бұл негізінде тарихына қарайтын болсақ, онға дейінгі уақытта, кешегі күндерде, арғы күндерде ол не істеген? Бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет ол мына зонаны жарғысы келген. Значит, мынау осал зона болып тұр да, барып бір рет өсіп даже денесімен жарып келген. Мынау сәл осалдау зона болып тұрғандықтан не істеп тұрмыз біз? Возможно, вероятность неге жарып кету мүмкіндігі бар деп тұрмын. Вероятности бар. Түсіндіңіздер ғой, иә? Кім не түсінді? Давайте звуктарыңызды қосыңыздар. Бізде осылай мінекей сел зонаға келіп тұр. Енді қараңыздар, бұлдың сел зона екенін, ладно, жауап бермесеңіздер. Сел зона екенін тағы да біз не істейміз? Подтверждение іздейміз. Яғни сел зонаға келгенімізге бізге подтверждение іздейміз. Енді қыздар жазыңыздар блокноттарыңызға. Блокнотқа жазамыз. Блокнотқа жазайық, қыздар. Индикатор. Біз индикаторға қосамыз осы жерде. То есть индикаторды қосып біз не іздейміз? Индикатордан подтверждение аламыз. Өз анализімізге сел зона екеніне, бұдан артқа қарай қайта құлайтын мүмкіндігі бар, немесе жару мүмкіндігі бар деген сияқты анализімізге толыққанды достоверный максимальный подтверждение алу үшін біз не істейміз? Индикатордың көмегіне жүгінеміз. Индикатор дегеніміз біздің анализімізге, біздің құрған немізге, анализімізге подтверждениеге көмек беретін көмекші құралдар. Жаздық па? Жаздық. Я? Енді индикатор бөліміне барамын. Индикатор бөліміне барып, осы жерден мен мына Smart Money концепт деген люкс альго дегені бар, мінекей. Осының жанына звезда тауып аламын. Егер таппасаңыздар, Smart Money деп жазасыздар мына жерге. Smart Money альго деп. Так, Smart мінекей Money концепт люкс альго деп тұрады жақшаң ішінде. Осыны аласыздар, қосасыздар. Қостық, жанына звезда басып қойдық. Получается, біздің экранымызға осындай қарап тұрса қызыл және көк сызықтар пайда болды. Енді тура қараңыздар. Тура қараңыздар. Менің сызған СНР зоналарымда, ручной сызған СНР зоналарымды подтверждать етіп тұр. Міне мен мынаны СНР зона дедім. Селдің СНР дедім ба? Значит, қызылмен бізде көрсетіп тұр. Бұл біздегі бұл робот, автоматты түрде бізге СНР зонаны көрсететін робот. Мінекей, СНР зона екенін көрсетіп тұр. Екінші СНР зонамды также мынаны мен бағана сыздым ғой, мінекей, біздің келіп тұрған бағамыз, осы бағамызды СНР деп көрсетіп тұр, мінекей, үлкен СНРмен көрсетіп тұр. Одан кейін астындағы мынау бай зона дедім. Яғни бір рет өсірген, екі рет өсірген, үш рет өсірген, мына жақта төрт рет өсірген бай зонамыз бізде бай деп көрсетіліп тұр, мінекей, көкпен бай деп көрсетіліп тұр. Оның астына түсетін болсақ, тағы да мен бай зона сыздым. Получается, асты жақтары бізде бай зоналар, үсті жақтары сел зоналар болып табылады. Мінекей, бай зона деп бізде бай зоналарымызды көрсетіп қойған. И мына жақтағы уақыттарға барсақ та, бұл жақтан да бізде көрсете алады негізінде. Қазір.
Пока что бізде көрсетіп тұрған жоқ, тек реальный уақытта ғана көрсетіп тұр. Енді мен өзімнің сызғандарымды удалить етем. Тек менде не қалады? Smart Money Algo, то есть индикатор ғана қалады менде. Енді қараңыздар, менің сөзіме подтверждение болды. Мынау келді да, бізде sell зонада тұр. То есть ертең рынок ашылған кезде осы жерде уже 5 минуттықта қарасам разворот алып құлап жатыр екен, екі свеча құлаған. 1 минуттыққа қарасам міне рейндж ұстаған, осы жерден не істеген, разворот алып құлап жатыр екен мінекей. 15 минуттыққа қараймын, 15 минуттыққа қарасам 15 минуттыққа қарасам бізде әлі қызыл свечамыз шыққан жоқ. То есть мына жерде 15 минуттықта бізде жасыл свеча болып тұр. Бірақ бізде бұл sell зонаға келгенімізді қып-қызыл қылып көрсетіп тұр. Sell зонаға келгенімізді қып-қызыл қылып көрсетіп тұр. Осылай мына жерден келіп, ол откат алып, сопротивление алып, артқа қарай құлауы мүмкін 3300 деген бағаға дейін. Егер құламаса, ары қарай денесімен бұзып, бізде 3343 деген мына екінші сел зонаның бастау алған жері. Өзі қай жерден бастау алып құлады мыняқа дейін, сол жерге дейін келіп бере алады деген заңдылық бар. То есть біздегі имбалансты толтырғысы келіп тұр мына жердегі. Еще мына жерде 15 минуттыққа қарасақ, байға кету мүмкіндігі деп қарайтын болсақ, мына жерде бізде фитилдер тастап кеткен екен. Қазір көрейік, жарты сағаттықта. Міне, қараңыздаршы, прям мынау бар ровно келіп тұр. Мына жердегі бізде не істедік, мен ұзын болып фитилін тастап кеткен жағдайда сол фитилді толтыруға келеді дедім. Бірақ бізде төмен жақта да фитиль бар негізінде, оны ликвидтар деп айтамыз, бір ликвидность деп айтамыз. Осы төмен жақтағы ликвидті алмаған, бізде әлі төмен жақта негізі ликвидтар өте көп негізі. Алдағы уақытта бір үлкен құлаулар болады. Алдағы уақытта мінекей. Өйткені бізде төмен жақтағы мына ликвидность бар, мынау ликвидность бар. Бұларды алмағанда, и бұл почему-то баға біздегі жоғарғы ликвидностьтарды алуға кетіп баратыр. Ликвидностьтар дегеніміз бұрын қалдырып кеткен фитилдерді біз ликвидтар деп айтамыз. Қараңыздар, бұл жоғары ары қарай кетіп, мына ликвид бар ғой, мына фитиль, осы фитилді толтыруға кетіп бара жатуы мүмкін. Мына фитилді толтыруға баруы мүмкін. То есть бағаны қайтадан жаңартқысы келіп жатыр. Егер мінекей қараңыздар, мына фитилді толтыруға бізде жаңағы смарт маниіміз линияны көрсеткен кезде, уровень тартқан кезде тоже 3342 деген баға шықты. Мен мынандай линия тартқан кезде 15 минуттықта. Қазір жарты сағаттыққа қарасақ, оказывается, осы жерде бізде не бар екен? Фитиль қалып кеткен екен. Осыны толтыруға дейін баруы мүмкін. Бірақ оңға дейін бізде 39 деген баға болды, 36 деген линия болды, мінекей. 36. Мадина ханым, Ау? жаңа ликвид деп айттыңыз ғой, жаңа фитилдің нелері ғой, олар таяқшалары, ұзын. Иә. Сонда ол жаңағы ұзын ликвид болса қаншалықты соншалықты баға түседі деген сөз ба? Или оған байланысты емес па? Жоқ, қараңыз Жұлдыз. Мына жерде бұрын қалдырып кетіп тұр ғой фитилін, иә? Бірақ оны сол жақ беті жаппаған, дұрыс па? Мен айттым ғой, мынандай бізде свеча болады. Мынандай бізде свеча болып бүйтіп түзіледі. Оның таяқшасы болады дедім, мен айттым, иә? Оның мына жақта немесе мына жақта ұзын таяқшасы болады дедім. Қалдырып кетіп. Осы таяқшаны бізде ұзын болып қалдырып кетіп тұр ғой мына жерде, иә? Осы таяқшаны когда-нибудь толтыруға, мына жерде мысалы бізде левый ближний мысалы мына келеді да, 1-2 свеча бүйтіп жүріп, көтеріліп, қайтадан бүйтіп жүріп, мына таяқшаны толтыруға ол бәрібірде когда-нибудь келіп құлайды. Мына жерде қызыл таяқша болатын болса, значит, мынаны келіп денесімен жауып беріп кетеді. Немесе көп жағдайда екінші свеча денесімен жабады бүйтіп. Түсіндіңіз ба? Екінші свеча денесімен жабады. Мынандай қысқа ғана таяқша қалдырса, ол ликвидқа саналмайды. Мынандай қысқа ғана таяқша қалдырса, ол ликвидқа саналмайды. Енді қараңыз, мына жерде бізде ликвид тұр да, оның сол жағы, оң жағына қарасаңыз, мына жақтар пустой ғой, әлі келіп денесімен жаппаған бүйтіп. Түсіндіңіз ба? Мынаны денесімен кеп толтырмаған. Мына жердегі ликвидті да келіп денесімен бүйтіп толтырмаған. Осыны толтыруға бара жатуы мүмкін деп жатырмын сіздерге. Түсіндіңіздер ғой? Жақсы түсіндім, иә.
түсіндіңіз ба? Точно? Иә, иә, түсіндім. Өйткені осы денесін толтыруға бара жатуы мүмкін қыздар. Сондықтан Мгм. да ол төмен жақта да бар бізде ликвидтер ше. Ол төмен жақта да бар. Оны да ескеруіміз керек. Қараңыз, біз бір анализ жасағанда, все, баға ойбай өседі екен деп біз өсіре салмаймыз. 30 минуттыққа қарасақ, мына жақта ликвид бар екен, баға өсуі мүмкін дальшысына. Мына жерде бір екі рет қиған екен, 15 минуттықта қараймыз. 15 минуттықта мына қай кетті менің міне 15 минуттықта мына сел зонаны денесімен жарып өткен екен, мына жерде фитилмен өткен екен. Мына зона, значит, сәл осалдау зона. Бұл ары қарай да қиып мынаны өткізіп жіберуі мүмкін деп біз болжам жасаймыз да. Осы жарты сағатқа барсақ, бағана мен не көрдім бұл жерден жарты сағаттықта? Мен не көріп тұрмын? Не іздейміз дедім. Мен осы жерден біз подтверждениелер іздейміз. То есть мен мына жерде поглашение көріп тұрмын, көрдіңіздер ма? Міне соңғы біздің қалған сделкамызға поглашение шығыпты. Мен бұны енді көріп тұрмын, бағана күндіз почему-то көрмегем. Мінекей поглашение шығыпты, байқамайғам ғой. Мінекей поглашение шыққан екен. Бұл бізде жарты сағаттықта шыққан. Бірақ мына голден зонамызды орындап беріпті. Міне полный орындап денесімен қиып тұр екен. Егер ол өсетін болса, ары қарай мынаның жартысына дейін, екінші тейк профиттің жартысына дейін өсе алады деген бізде заңдылық бар. Еще ол заңдылығымыз бізде левый ближний свечалар операнди заңдылығына келіп тұр. Мінекей мына жерді біз не деп айтамыз? Аламыз, уровень деп аламыз. Өйткені неге уровень деп аламыз? Мына жердегі свечалардың бәрі левый ближний, мына жердегі ұштары левый ближний, мына жердегі свечаларымыз бізде левый ближний свечалар. Сондықтан осы жерге дейін өссе өседі. Ары қарай денесімен қиып кетсе, мына өзінің 3336 деген бағаны алады. Бағана біз просто бүйтіп уровень қойған кезде де осы 3336 деген бағада шықты. Одан кейін 3339 деген баға бар бізде. Міне ол. Мына уровень. Ол левый ближнилар екен. Қараңыз. Неке левый ближнилар екен, оказывается. Міне мынау левый ближний, мынаның фитилінің ұштары. Неке мынаның фитилінің ұштары көріп тұрсыздар ма? Ол денесімен қиса осылай қияды, ары қарай өстіп уровеньнен уровеньға ұстауымызға болады. Байға кеткен жағдайда бізде міне, скорее всего, байға да кету мүмкін. Өйткені бұл осылай поглашение шыққан, одан кейін мына фитиль тұр бізде, одан кейін бірнеше рет денесімен қиып өткен мына сел зонамызды. Еще мен сіздерге қазір бұдан бөлек не шыққанын көрсетейін. Тап-таза бетте көрсетейін. Мынау бізде енді бұл жаңа тақырып, Бұл жаңа тақырып. Мына жерде бізде Smart Money Concept деген индикатор тұр, мінекей. Бұл бізде чоч, бос дегендерді беріп тұр, мінекей. Чоч дегеніміз біздегі бағаның өзгеруі, құбылуы, жаңаруын айтады. То есть қараңыз, енді қарапайым тілмен мына жақта түсіндірейін. Бізде баға өседі, құлайды, өседі, құлайды, өседі, құлайды, өседі, құлайды. Мынау біздегі астындағы мынау бізде хай баға деп аталады. Хай дегеніміз бағаның өсуін біз хай баға деп айтамыз. То есть хай деген былай жазылмайды, өтірік айтамын. X басып отырмын ғой. Кәдімгі хай деп бүйтіп найт деп жазылады ғой ағылшынша, солай жазылады. Мынау біздегі лоу баға деп аталады. Лоу баға деп аталады мынау. Лоу баға дегеніміз төменгі баға. Төменгі лоу баға, мынау хай баға. Осы баға өседі, хай бағаны шығарады, қайтадан лоу қылады, қайтадан хай қылады. Енді мынау біздегі хай бағамыз осы бағамен келіп, мынау құлап, қайтадан жоғары көтерілгендегі хай бағамыз былайнан теңелетін болса, мынаумен бірі тең болса, бізде бос шығады. Бос деп айтады. Ол осы бостан ары қарай өсіп, мына алдыңғы хайдың бағасын жаңартып хай шығатын болса, онда чоч деген шығады. Өйткені, мінекей қараңыздар,